Ортада тағы бір вице-чемпиондар Қарағанды ашық лигасының және республикалық ертіс бойы аймақтық лигасының вице-чемпиондары күлкі терапиясы Қарағанды мемлекеттік медицина академиясы. Алматының қазақтары қашан қазақша үйренеміз дегенше, Индиядан келген үндістер қазақша КВН ойнауды бастап кетіпті. Қарсы алыңыздар, алдарыңызда Зита мен Гита және орыстың бір әдемі қызы Надя. Күмістен салмақты. Семейден келген серьезный жігіттер, Өскеменнен келген өнерпаз жігіттер, Жезқазғаннан келген жестандай жігіттер, Сатпаевтан келген сүйкімді жігіттер, Тараздан келген талантты жігіттер, және Алматының керемет жігіттер. Армысыз? Армысыз алтыннан ардақты, күмістен салмақты, Семейден келген серьезный жігіттер, Өскеменнен келген өнерпаз жігіттер, Ақтаудан келген... Тоқтаңдар, мен оны айтып болдым. Сонда бағанадан бері зал осыған шапалақтап жатыр ма? Я? Құрметті қалайық, мен түсінбеймін осы. Бір орыс шығып қазақша сөйлесе болды, барлығымыз риза боламыз. Өйткені орыс қазақша сөйлеп тұр, сенсация. Сіздер неге, біз сияқты қазақтар шыққанда неге қол шапалақтамайсыздар? Сонда сендер ма қазақ? Я, біз қазақпыз. Сонда қандай қазақсыңдар? Біз гламурный қазақпыз. Қандай? Гламурный! Сендер гламурный қазақ емессіңдер. Сендер қазақты түсіріп тұрған қазақсыңдар. Егер нағыз қазақ болсаңдар, онда Құрманғазының күйімен шапан киіп шығушы едіңдер. Айттым саған Самат. Құрманғазының күйімен шапан киіп шығады деп. Қайдағы жоқ, гламурный. Адам позоры шығады. Кетшір! Ербол дейм. Неғып жүрсің андағы жерде? Неғып жүрсің. Үйалғаннан кіреді, тез таппа жүрім. Маниш, это же пошло. Да ладно, Ахмет, им разрешайся. Надя, біле білсең, қазақша КВН тек қана біз қазақтар ойнау керекпіз. Неге сендер ғана ойнау керексіңдер? Өйткені біз қазақтар қазақша КВН ойнап қазақ тілін көтереміз. Кутеремыз? Маниш, как можно понять слово кутеремыз? Ахмет, как можно тебе объяснить? Масалау, сенің қызын көтеріп қалды. Айта бер. Яд, қаншама мемлекет білем, ешқандай мемлекетте тіл проблемасы жоқ. Тек Қазақстанда ғана қазақ тілі проблемасы бар. Қазақ тілі проблема қылғанға ұялмайсыңдар ма? Ұялғаннан кіретін тесік жоқ, айта бер ары қарай. Бізде Ресейде ондай проблема жоқ. Бүкіл Ресей орысша сөйлейді, бүкіл Союз орысша сөйлейді, бүкіл Алматы орысша сөйлейді. Тіпті мынау үндістерге шейін. Правильно говорю? Правильно. Ал қазақша білмейді. Ахмет, сен қазақша білесің ба? Что? Көрдің ба, білмейді. Самат, мне эта девушка не нравится, но она говорит правду. Мне так стыдно перед ней. Ұялсаңдар қазақша үйренбейсіңдер ма? Тұрсыңдар мына жердің позорын шығып, кет шығар көзіме көрінбей. Данияр, онда бармай қой, бәрі кіретін тесік жоқ. Надя, сен олай адамның намысына тие берме, біз де еркекпіз. Біле білсең, ертең бүкіл қазақтар қазақша сөйлейді, сонда көрем сен күнің қандай болғанын. Бүкіл қазақ дейсің ба? Я. Сонда сендер нешеусіңдер? Біз 16 миллион қазақпыз. Самат, сен интонацияны дұрыс қойған жоқсың ғой деймін. Сендер 16 миллион емес, сендер 16 ақ миллионсыңдар. Үндістер, ал сендер нешеусіңдер? 1 миллион. Ал қазақтар 16 ақ миллион. Ол үшін қазақтарға не істеу керек? Жігіттер, тонда ұйықтамай, жұмыс істеу керек. Я, біз қазір 16 ақ.
16 миллионбыз. Бірақ біз 5 жылдан кейін 1 миллиард боламыз ал. Сенбеймін саған, Самат. Біз қазақтардың санын қалай көбейтеміз деп сетевой маркетинг қолдандық. Сетевой маркетинг арқылы қазақтардың санын қалай көбейтуге болады? Оу, не, аударса енді? Міне, құрметті қалай. Тыңданды. Қазақ дүниеге бір бала алып келеді. Мемлекет оған 10 мың теңге сыйақы береді. 10 мың теңге. Яғни, міне, содан дүниеге екінші бала келді. Екінші бала, яғни тағы да 10 мың теңге. Интерес бар ма? Интерес бар. Міне, сонымен дүниеге үшінші бала келеді. Мемлекет тағы да 10 мың теңге сыйақы бере ме? Береді. 30 мың теңге. Бұл жерде интерес емес, қазақ азартқа кіреді. Сонымен дүниеге төртінші бала келеді. Төртінші бала тағы да 10 мың теңге, яғни бір ата-ананың өзіне 4 бала келсе дүниеге 40 мың теңге. Бұмен интерестен кейін азарт қой. Азартпен тоқталатын болсақ, әр 4 баладан дүниеге тағы 4 бала келеді. Азарт. Міне 4 балаға, яғни 10 мың теңгеден болғанда 40 мың теңге. Сонымен осы 40 мың теңгенің атасына 5% арендасын төлейді. Міне, жаңағы 4 баладан тағы да дүниеге 3 баладан әкіп келеді. 3 бала, яғни мемлекет 10 мың теңгеден бергенде әрқайсына 90 мың теңгеден болады. Жаңағы 3 баладан дүниеге тағы 4 мың теңге әкіп келеді. Сонымен мемлекет атасына общий обороттан бонус ретінде тағы 10% береді. Міне, сонымен бір жылда дүниеге 52 бала келеді. 52 баланы көбейтеміз 16 миллионға. 16 миллионды көбейтеміз 5 жылға, сонымен 1 миллиард шық, міне. Идея дұрыс, Самат. Бірақ сен бір нәрсені ұмыттың. Мынау қазақтан қазақ туады. Бұл қазақтан қазақ туады. Бірақ бұл қазақтан туған қазаққа емес, үндіске теп кетсе. Сонда үндістен туған қазақ емес, үндіс болады. Сонда саған процентінде төлей ма не? Айттың, Самат, сен тағы дұрыс есептемеңдер деп. Бәсе қалағана ойлап көріп, 5 жылда қалағана 1 миллиард бола қалды. Тоқта Ербол. Самат, мүмкін үндіске үйленбейтін шығар? Я, мүмкін үндіске үйленбейтін шығар? Қалай үйленбейді? Бұл үндістер өз қыздарын басқаларға өмір бермейді. Ал өздері қазақ қызына үйленеді. Маниш, сенің қызың бар ма? Әрине бар. Аты кім? Айгүл, Гүлнұр, Нұргүл. Қалғандары есімде жоқ. Көрдің ба? Айттың, Самат, сен тағы дұрыс есептемеңдер. Ербол, тоқта. Барлығын дұрыс есептедік. Надя, Ахмет, Маниш, айтатындарыңды айтып болдыңдар ма? Рахмет, болсындар. Құрметті қалайық. Бір қазақша сөйлесе, оны ешкім тыңдамайды, өйткені ол оған қызықсыз. Ал өзге ұлт өкілдер қазақша сөйлесе, оны барлығы тыңдайды, өйткені ол қызық. Біз өзге ұлт өкілдері арқылы сіздерге қазақтың проблемасын жеткізуге тырыстық. Өзге ұлт өкілдеріне бәрібір айтатын ақшасын алады да кетеді. Қазақтың проблемасы қалады. Қазақтың проблемасын тек қазақтар шешу керек. Мынаған аз болып тұрады, мә, Маниш, тағы да ақша керек па, мә? Жоқ, Самат, маған ақша керек жоқ. Неге? Өйткені мен қазақ болғым келеді. Құрметті қалайық, Наурыз құтты болсын. Рахмет!